Физика, математика таңдау пәндерінде қандай мамандықтар бар? Бұл видео физика, математика бейіндік пәндерін таңдаған оқушыларға арналады. Қандай мамандықтар бар? Атақтылары қайсысы? Қанша балмен оқуға түсуге болады? Осы сұрақтың бәріне видеода жауап беремін, сондықтан соңына дейін қара. Бұл таңдау пән бойынша ең атақты мамандық ол IT, яғни программист. Программист болу үшін екі тікелей қатысты мамандық бар, ол ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік. Екі мамандықты бітіріп те сен программист бола аласың. Яғни сайт жасау, код теру, сайттың жұмыс істеуін қадағалау деген секілді жұмыстарды жасайсың. Бірақ ақпараттық қауіпсіздік көбінесе сайттағы ақпараттың басқа адамдардың қолына өтіп кетпеуін қадағалайды. Кинолардан көреміз ғой, бұл IT әлемінде хакерлер бар. Яғни сол IT әлемінің бұзақылары десек те болады. Олардың мақсаты басқа сайттардан ақпарат ұрлау. Мысалы, Каспий банк үлкен IT компания болса, хакерлер сол Каспий банктен адамдардың счеттарын, логин, паролін, тұрғылықты мекен жайын деген секілді мәліметтерді ұрлауға тырысуы мүмкін. Ақпараттық қауіпсіздікті бітірген мамандар сондай жағдайлардың алдын алуға тырысады. 2021 жылы ақпараттық технологиялар мамандығына грантқа түскен ең соңғы оқушы 106 балмен түскен, ал ақпараттық қауіпсіздік мамандығына 81 балмен түскен. Қазақстанда осы екі мамандықты оқытатын топ 3 университет, олар СДУ, IT халықаралық университеті және КБТУ. Қалған қай университеттерде оқытатының біздің приложениеден қарап алсан болады. Айтпақшы, IT халықаралық университеті тек біздің курста оқып жүрген оқушыларға 10 ішкі грант бөлді. Ойлаш, тек біздің курста оқып жүрген оқушыларға ғана. Физика, математика таңдау пәндері бойынша 50 балмен де грантқа түсуге болатын мамандықтар бар. Ол қай мамандықтар екенін білу үшін біздің приложениеге өтіп көрсең болады. Жалпы бұл таңдау пәндер бойынша 32 мамандықтар бар. Бұл қандай мамандықтар және грантқа шектік балдары қандай екенін білу үшін тура қазір біздің приложениеға өт.